Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Ақнұр. Франция елінің ең дәмді тағамы рататуй. Бүгін сіздермен осы тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлық керекті заттарды описаниеда қалдырамын. Ең әуелі баклажанымызды осылай дөңгелек тәрізді етіп турап аламыз. Өйткені қазір біз барлығын табаға дөңгелек тәрізді етіп орналастырамыз. Одан кейін кабачогымызды да дәл осылай дөңгелек тәрізді етіп кесіп аламыз. Рататуй деген мультфильмді көрген болсаңыз, бұл тамақ сізге таныс деп ойлаймын. Өте жеңіл және де қаражатты аз талап ететін тағам түрі және де пайдалы. Одан кейін помидорымызды осылай дөңгелек тәрізді етіп турап аламыз. Картошкамызды дәл солай дөңгелек тәрізді етіп тураймыз. Бізде ең басты нәрсенің бірі ол соусы болып табылады. Өте сочный болып пісу керек біздің тағамымыз. Осылай сүтті құямыз және де жұмыртқа, ірімшік, дәміне қарай тұзбен бұрыш және де оливковое масло, шемішке май бола береді, сметана. Осылардың барлығын жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Одан кейін сізде стекляние таба болса, соған салсаңыздар болады, немесе менікінде таба болса, осында фольга төсеп салыңыздар. Одан кейін осылай әртүрлі етіп көкөністерімізді орналастырамыз. Дөңгелек тәрізді қылып, табамыздың айналасына жайып шығамыз. Көкөністерімізді осылай дөңгелек табаға дөңгелек етіп орналастырып алдық. Енді үстіне соусымызды құямыз. Барлық жеріне құйылып шығу керек, араларын барлығына біздің тағамымыз өте сочный болып шығады. Бетіне укропты сепсеңіздер де сеппесеңіздер де болады. 180 градуста 60 минутта пісіріп аламыз. 30 минут фольгамен бетін жауып, 30 минут бетін ашық қып пісіреміз. Бізде осындай сочный рататуй дайын болды. Баршаңызға ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Менімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.